Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода коклюш, яғни көк жөтел ауруының себебі, кезеңдері және емі мен алдын алу туралы айтатын боламыз. Видео соңында көк жөтел ауруының жөтелі қандай болатыны жайлы көрсететін боламыз. Сол себепті қызықты ақпаратты жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Көк жөтел Bordetella pertussis бактериясынан туындайтын өте жұқпалы ауру. Көбінесе 10 жасқа дейінгі балалар ауырады. Инфекция көзі науқас адам немесе бактерияны тасымалдаушы адам болып табылады. Инфекцияның таратуы ауа тамшылы жолмен және кішкентай балалардың ойыншықтары арқылы жұғуы мүмкін. Қоршаған ортада көк жөтелдің қоздырғышы тұрақсыз, тез жойылады. Пациенттердің көпшілігі антибиотиктермен емдеу басталғаннан бастап, жөтелген сайын 5 күнге дейін ауруды таратып жүреді айналасына. Ал емдеусіз қоздырғыштың бөлінуі 3 аптаға дейін жалғасады. Инфекциядан жұқтырғаннан соң аурудың белгілері қанша уақыттан кейін пайда болады? Көк жөтелдің инкубациялық кезеңі 6-дан 21 күнге дейін, көбінесе 7-10 күн. Көк жөтелді қашан жұқтырып алуға болады? Ауру жыл бойы кездеседі, бірақ ең көп ауру жаз айларында болады. Бұл инфекция қалай дамиды? Көк жөтел бактериясы науқастардың шамамен 3-тен 1-інде классикалық көк жөтелдің немесе 100 күндік жөтелдің дамуымен жүреді. Ал кейбіреулерінде симптомсыз жүруі мүмкін. Яғни науқас өздерінде инфекция бар екенін білмейді. Сондықтан емделмей бактерияны басқаларға жұқтырады. Кейбіреулерінде ОРВИ айырмашылығы болмайды. Көбінесе жасөспірімдерде, ересектерде және көк жөтелге қарсы вакцинацияланғандарда кездеседі. Бұл аурудың 3 кезеңі бар. Олар катаральды кезең, пароксизмалды кезең және жазылу кезеңі деп аталады. Көк жөтелдің катаральды кезеңінде не болады? Ұзақтығы шамамен 1-2 апта. Осы кезеңдегі аурудың белгілері ЖРВИ симптомдармен жүреді, яғни ОРВИ сияқты. Жөтел, мұрыннан су ағуы, мүмкін температураның шамалы көтерілуімен жүреді. Осы кезеңде балаға үнемі ЖРВИ диагнозы қойылады. ЖРВИ кезінде көп жағдайда жөтелдің максималды ауырлығы аурудың 2-6 күні болады. Содан кейін қарқындылығы бірте-бірте төмендейді. Ал көк жөтел кезінде жөтелдің қарқындылығы күннен күнге арта береді. Бұл кезең аурудың ең жұқпалы кезеңі. Көк жөтелдің пароксизмалды жөтел кезеңінде не болады? Катаральды кезең пароксизмалды кезеңмен жалғасады. Оның ұзақтығы 2-ден 8 аптаға дейін созылады. Қарқындылығы жоғары жөтел ұстамалары пайда болады. Әсіресе түнде жөтел күшейеді. Дірілді өзіне тән ысқырықты тыныспен, әр жөтел біткен соң дем алғанда естілетін дыбыс. Құсумен цианоз, көгеру, апноемен тыныс алудың уақытша тоқтауы, қатар жүретін пароксизмалды жөтел тән көк жөтел үшін. Жөтел ұстамалары болады, бірде басылып, бірде өршейді. Жөтел ұстамалары арасында өзін-өзі жақсы сезінеді бала. Жазылу кезеңінде не болады? Жөтел ұстамалары азаяды бірнеше айлар, 1-2 ай ішінде. Бірақ бұл кезеңде ОРВИмен ауырып қалса, жөтел қайтадан күшеюі мүмкін. Көк жөтел кезінде қандай асқынулар пайда болады? Құрысулар, судыр, жас балалардың 1-2% кездеседі. Пневмония, өкпенің зақымдануы, көк жөтелдің жиі кездесетін асқынуларының бірі. Жатты жөтелмен байланысты асқынулар мұрыннан қан кетулер, тік ішектің пролапсы, тік ішектің сыртқа шығуы, қабырға кейде сынып кетуі мүмкін. Дәрігерлер көк жөтелді қалай анықтайды? Бірінші жөтелдің көрінісіне қарап, симптомдарына қарап, физикалық тексеріп анықтайды. 3 аптадан аз уақытқа созылатын жөтел кезінде патогеннің көк жөтел бактериясын ДНК-сы ПЦР немесе бактериологиялық тестілеу арқылы мұрын жұтқыншақ жағындысында анықталады. 4 айдан асқан балаларда жөтел 3 аптадан көп уақытқа созылған кезде қандағы арнайы антиденелер анықталады. Жөтелді қалай жеңілдетуге болады?
Антигистаминдер, бронходилаторлар және кортикостероидты гормондар сияқты дәрілер жөтелді басуға тиімсіз. Өкінішке орай, жөтелді басу өте қиын, бірақ біршама бала жағдайын жақсартуға болады. Үйдің температурасы 22 градус болсын. Ылғалдылық 60% болсын. Баланы жатарда тойып тамақтандырмаңыз, себебі жөтелден құсып, өзі мазасызданады. Аллергия болмаса, жылы сүтке бір кіші қасық бал араластырып ішкізуге болады. Жөтелді басуға орталық жүйке жүйесінен жөтел рефлекстерін басуға арналған жөтелге қарсы дәрілер пайдаланып көруге болады. Мысалы, синекот дозасы бала жасына байланысты есептеледі. Қандай жағдайларда антибиотик қажет? Аурудың алғашқы 7 күнінде басталған антибактериалды ем жөтелдің ұзақтығы мен ауырлығын төмендетуі мүмкін. Бірақ дәл осы уақытта ауруды анықтау өте қиын. Бұл уақытта ОРВИ деп диагноз қойылады. Пароксизмалды кезеңде басталған антибактериалды ем жөтелдің ұзақтығы мен ауырлығына әсер етпейді. Бірақ қоздырғыштың жойып, ауру ұзақтығын азайтады. Антибиотикті дәрігер бала салмағына байланысты есептейді. Макролидтер және цефалоспориндер тобындағы антибиотик беріледі. Көкжөтел ауру қаупін қалай азайтуға болады? Вакцинация көкжөтел қаупін азайтудың жалғыз белгілі жолы. Вакцинаны 2 ай, 3 ай, 4 ай, 18 ай және 6 жаста салынады. Балалардағы классикалық көкжөтелдің алдын алу үшін вакцинацияның тиімділігі толық курс аяқталғаннан кейін орта есеппен шамамен 85% құрайды. Осы аурумен ауырғандарға вакцинация қажет пе? Инфекциядан кейін иммундық жүйенің күші бірнеше жылдан кейін төмендейді және қайталануы мүмкін. Сондықтан толық курсын аяқтау керек. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.